Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Біз міне жаңадан аренда қалған жерге де келдік. Осы жер енді біздің орнымыз болады. Есіл 5, микрорайон Думан, Талгарский трассаның бойында. Наяқта қала жақтан келетқанда халық аренадан асқаннан кейін светофорға жетпей, 100 метр жетпей, оң жағыңызда міне. Ертең жоғары жағына Опто маркет деп магазиннің атын қоямыз, ала қаласа. Міне мына қызыл строппен бізді келіп осы жаққа келсеңіздер болады. Қазір ішін көрсететін боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Бағана жіберген 10 минут жіберген. Сізге звондайды аға. қазақ па не? Вот это поворот. Достар, міне біздің жаңадан келген адресіміз осы жер, микрорайон Думан, Есіл 5. Осы жерге келіңіздер, сіздерді күтетін боламыз. Жаңадан біздің адреске, жаңадан біздің өзіміздің жеке помещениемізге, осы жерде біз Алла қаласа сағат 12-ге дейін істейміз деген сондай жоспарда бар. Комментарияға тағы да қандай жерлер, қандай нәрсе қосып кетейік, тағы да магазиннің атын тағы да қандай қылып қояйық, ойларыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Біздің магазиннің аты, біздің ойымызша өзіміз сондай шешім қабылдадық, Опто маркет деп. Сіздердің де бір ойларыңыз болса, или пікірлеріңіз болса, может біз ойланамыз, тағы да осы видеоның соңына төмен қарай комментария міндетті түрде жазыңыз, сондай ойыңыз болса. Тағы да бізден де мысалы қазір көбі сұрап жатыр, Каспий туралы үйретіп жатсыз, рахмет дейді. Осы товарлар сізден оптом алып, Каспийге салып, сізден алып тұрса бола ма дейді. Әрине болады. Бізден мысалы уже қазір менен олай алып сатып атқан адамдар, менен алып Каспийге салып, оптом бұлай розница сатып атқандар, ол экспен сатады, солай алып атқан адамдар бір 7-8 адам бар шығар, сондай Каспиймен осы YouTube каналымен келіп көріп атқан. Сіздер де осылай менен алып, ары қарай розницу или Каспиймен, Вайлберспен сатсаңыздар болады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше, ассалаумағалейкум.